Баршаңызға қайырлы кеш, достар. Бүгін сіздермен апаммен бірге жасаған дірілдектің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалуы өте оңай әрі дәмді, ағзаға өте пайдалы. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Алдымен сирақтарымызды жақсылап жуып, отқа қойып, бір қайнатып, көбігін аламыз. Баяу отта 4 немесе 6 сағат қайнатамыз. Сүйектерден ет ажырағанша қайнату керек. Әбден қайнап, еті сүйегінен ажырап, сіңірі ажырай бастаған уақытта сүзіп аламыз. Жаңағы қайнаған сорпамызды бөлек кастрөлге сүзгіштен өткізу арқылы сүзіп аламыз. Себебі сүйектер майдаланып, сорпаға өтіп кетпеуі қажет. Енді сирақтарымыздан осылай сіңірлерді, еттерді бөліп алып, майдалап тураймыз. Немесе ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Бізге негізінде осылайдан майдалап тураған түрі ұнайды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасап көресіздер. Барлығын майдалап турап, чеснокты да майдалап тураймыз. Укроп, бұрыш және де лавр жапырағын қосамыз. Барлық туралған еттерді, сіңірлерді жаңағы сорпамызға қосып, тағы да баяу отта 4 сағаттай қайнатамыз. Дайын болған 4 сағат қайнаған жаңағы қоспамызды алып, арнайы қалаған ыдыстарыңызға құйып, салқын жерге немесе холодильникке қойып қоямыз. Сонымен біздің холодесіміз дайын, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.